бай мен кедей көрші болыпты. Кедей еңбекқор екен. Үйінің жанына мал қора салудан қолы босамапты. Қора болғанда қандай жып-жылы. Осы сенің есің ауысқан ба деп күліпті достары. Қора салғаның не, малың симай бара жатыр ма? Кедей миығынан күліпті де қойыпты. Сол жылы қыс өте қатты болады. Көрші байдың мыңғырған малы суықтан қырыла бастайды. Ол еңіреп кедейге келеді де, малдарым қораңа қыстап шықсыншы, аман шықса көктемдегі төлдерді сенікі дейді. Кедей байдың сөзіне келіседі. Сөйтіп көктем шыға оның қорасы малға толып шыға келіпті. Қайратты ерге бақтырар, еңбекқордың есесі түгел деген мақалалар осындай еңбекқор адамдарға байланысты айтылған болса керек.